Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, дәмді, ортасы пісіп шығатын, тез дайын болатын пирожкидің рецептісімен бөлісемін. Менің көптен бері іздеп жүрген дайындау әдісі десем де болады. Осы әдіспен жасалған пирожки точно отбасыңызға қатты ұнайтынына сенімдімін. Әсіресе жасаған пирожкилері үнемі дұрыс шықпайтын, қамырын қанша рет илеп жайса да ортасы піспей қалып, оны адам түгіл, жануар да жемей, пирожкилерді солаймен тастайтын домохозяйкаларға арналады. Мұқият тыңдап, видеода көрсетілген рецептпен, әдіспен жасасаңыз, міндетті түрде әдемі, дәмді, әрі воздушный, пышный болып шығатынына сенімдімін. Барлық қоспаларды мен описаниеге жазып қалдырдым. Барлық ингредиенттер бөлме температурасында болуы керек. Алдымен қамыр илейтін ыдысқа құрғақ ашытқы, қант, тұз салып, үстіне 300 мл жылы су құямыз. Су қатты ыстық болмасын, міндетті түрде жылы су құямыз. Ыстық су құйсақ, ашытқы қамыр көтерілмей қалады. Барлығын бір араластырып аламыз. Үстіне 500 грамм ұнымыздан 6 қасық қана саламыз. Яғни жартысын ғана саламыз. Ұн суға сіңгенше жақсылап араластырып, бетін құрғақ майлықпен жауып, опараны 15-20 минутқа жылы жерге қоямыз. 15-20 минут өткен соң опара әрекет еткенін көреміз, яғни саңырауқұлақ секілді қамырымыз осылай көтеріледі. Бұл ашытқының жақсы екенін білдіреді. Енді үстіне сұйық май қоссаңыздар да болады, немесе мен сияқты 50 грамм майонез қосуға да болады. Майонезбен өте дәмді болатын болған соң шамамен 1 ас қасықтай майонез қостым. Кейін ұнды електен өткізіп, опарамызға қосамыз. Ұнды електен өткізу маңызды, сол кезде қамырымыз воздушный, әдемі, жұмсақ болып піседі. Алдымен қамырды қасықпен араластырамыз, кейін қолмен илейміз. Қамырымыз қолға сәл жабысатын, жұмсақ болуы керек. Қамырды ұзақ илеп жіберуге болмайды, және пирожкиге арналған қамыр қатты болмауы керек. Қолға сәл жабысатын жұмсақ қамыр болғаннан кейін бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге көтерілгенше шамамен 1 сағатқа қалдырамыз. Қамырымыз көтерілгенше қоспасын дайындаймыз. Картошкада жасалған пирожки болғандықтан картопты асып пісіріп алдым және езіп үстіне қуырылған пияз, дәміне қарай тұз, бұрышын салып, жақсылап езіп араластырып пюре жасадым. Қамырым көтеріліп, пирожкилерді түйіп, мұнда уже бір партиясын қуырып жатырмын. Қамыр әдемі көтерілген. Жартысын қуырып жатқанда, жартысының салмасын салып, түйіп дайындап жаттым. Дәл видеода көрсетілгендей сәл жұқа етіп, қолмен жайып ортасына салмасын салып, ортасы ашылып кетпейтіндей етіп, түйіп, орташа отта қызарғанша қуырамыз. Осымен біздің пирожкилер дайын. Өте жұмсақ, дәмді, пышный, воздушный пирожкилерді небары ұнмен, су қосып, ашытқымен, ерекше әдіспен пісіруге болады. Менің өзімнің пирожкилерім бұрын ортасы піспей, дұрыс көтерілмей, қатты болып қалатын. Шикі пирожкилерді ешкім жемейтін. Енді осы бір оңай әдісті көптен бері іздеп жүріп тауып, осы YouTube арнама жасалу жолын сақтайын дедім. Бір жағынан өзім дайындалу жолын ұмытып қалмас үшін, екіншіден сіздерге де пайдалы болып қалар деген мақсатпен жасалу жолын бөлісіп отырмын. Достар, менің арнамдағы барлық пайдалы әрі қызықты видеоларды көргілеріңіз келсе, мұнда видео бөлімін қарап, толықтай басқа да видеоларымды қарай аласыздар. Және шортс бөліміне де мен күн сайын видеолар салып отырамын. Яғни бұлар қысқа видеолар. Ал мына жерде плейлист бөлімі бар. Плейлистте мен бөліп қойғанмын. Мен әртүрлі лайфстайл контент болғандықтан әртүрлі бағыттарға, мысалы влогтар, пайдалы кеңестер, сосын DIY, және рецепттер, жүктілік және бала күтімі, исламға қатысты кеңестер деп бөліп қойған болатынмын. Осы видеоларды қарап, мені қолдап жіберсеңіздер болады.
Бүгінгі видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін алғысым шексіз. Міндетті түрде арнама тіркеле кетіңіз, және де колокольчик басып қойыңыз. Және мені жоғалтып алмас үшін видеоларымды әр шыққан сайын тамашалап отыруларыңызға кеңес беремін. Сіздермен болған Каусар. Соңына дейін қарағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.